Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Бибидің асханасы. Бүгін мен сіздерге кез келген қонақты таң қалдыратын, жұмсақ, үп-үлпілдек боп пісетін күнжітті бауырсақтардың рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын маған лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыз. Бауырсақтың қамырын дайындау үшін бізге ұн, 1 кесе сүт, 1 кесе су, шекер, дрожж, маргарин, сода және тұз қажет болады. Ал достар, енді бауырсағымыздың қамырын илеуге кірісеміз. 1 кесе жылы судың үстіне маргаринді салып жақсылап араластырып, оның үстінен 1 кесе жылы сүтімізді құямыз. Жылы сүтіміз бен суымызға маргаринді жақсылап ертіп алғаннан кейін үстінен 1 ас қасық тұз, жарты ас қасық сода және 3 ас қасық шекерді қосып жақсылап араластырып ертіп аламыз. Барлық ингредиенттерімізді суда ертіп алғаннан кейін жұмсақ пластилин секілді қамыр илеуге кірісеміз. Алғашында аз-аздан ұн сала отырып қасықпен араластырып, одан кейін қолмен икемдеп жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз ұстағанда қолға жабыспайтын, алайда пластилин сияқты иілгіш болуы қажет. Қамырымыздың әбден иіні қанғаннан кейін үстінен аз ғана сұйық май құйып, бетін майлап қоямыз. Бұл қамырымыздың қаязбай әдемі болып көтерілуіне көмектеседі. Қамырымыз дайын болғаннан кейін үстін пленкамен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Әбден ашыған қамырымыздың үстін 1-2 рет басып, 2 зуалаға бөліп аламыз. Негізінде бұл рецептіден 2 зуала ғана шығады. Егер сіздер көбірек жасағыларыңыз келсе, ингредиенттерді 2 еселесеңіз болады. Қамырымызды зуалалап алғаннан кейін бетін майлықпен немесе дәкемен жауып, 10-15 минутқа демалдырып аламыз. Әбден көтеріліп дайын болған қамырымызды тым салқын емес, тым ыстық емес суға салып, одан кейін күнжітке батырып аламыз. Күнжітті қамырымызға жабыстырып алғаннан кейін қолмен икемдеп, одан кейін жаймендеп оқтаумен жаюды бастаймыз. Оқтауыңыз егерде қамырға жабысып қалып жатқан болса, аздап ұн сепіңіздер, мейлінше ұнды азырақ сепкендеріңіз негізінде дұрыс. Қамырларыңызды тым жұқа не тым қалың етіп жайып қоймаңыздар, биіктігі 5 см немесе 6 см болса жеткілікті. Қамырымызды жайып болғаннан кейін форма беруге кірісеміз. Негізінде қыздар, менде форма сәл кішілеу болып қалды. Сіздер үлкендеу формамен пісірсеңіздер, бұдан да ерекше әдемі болып шығады. Дайын болған бауырсағымызды тағы да 15 минутқа тындыруға қоямыз. Бауырсақтарымыз 15 минут тыныққанша отқа майды қойып қыздыруды бастаймыз. Қыздар, осы жерде айта кететін кеңес, ақ майдың үстіне кішкене ғана кусочек тоқ май салып жүрсеңіздер, бауырсақтарыңыз болсын, шелпектеріңіз болсын, ешқашан майлы болып шықпайды. Майды өзіне қатты сіңірмей құрғақ болып шығады. Әбден тыныққан бауырсағымызды осындай ыстық отта 2 бетін алмастыра отырып пісіріп аламыз. Ал қыздар, осымен күнжітті бауырсақтарымыз дайын. Кез келген дастарханның сәнін ашатын, қонақтарды ерекше қуантатын бауырсақ міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған тағы да Биби Төребек қызы. Каналыма подписаться етіп, лайк басып қолдай кетіңіздер.